Нартай Бекжанов атындағы музыкалық драма театрында заманауи қойылымы қайта сахналанды. Бұл жолы көрермендердің басым көпшілігі қалаға білім іздеп келген студенттер. Қойылымның жаңа ортаға келген жастарға ой тамызық болары анық. Жатағымның құрығына түскендердің басым бөлігі әлеуметтік желінің құрбандары. Өйткені ғаламторға телміретіндердің дені жастар. Оларды әлеуметтік желдегі көрінбейтін бейнелер арбап, сана сезімдерін улайды. Театр сахнасында қойылған спектакльдің мазмұны осыған саяды. Яғни теріс ағымның жетегіне еткен жандостың өмірін бүкпес баяндаған қойылым көрермендерге зерлі ой салды. Өте ұнады, баланың тәрбиесіне өте жақсы әсер етеді. Үймен қоштаса алмаған моменттері, топырақтармен, мен, допустим, өзім ондай сөздер таба алмас едім да, қойдың артынан кетіп бара жатқан кездегі топырақты да сағындым деген. Өте керемет айтты. Шынымен келгенде, действительно, адам өзінің елінен, жерінен кеткен кезде ғана өзінің мағынасын білер екен. Сол жер өте ұнады. Шамалы үзінділер телефоныма түсіріп алдым, балдарыма да көрсетем. Басқа адамдарды келіп, көріп, тамашалап, местный театрды, Қызылорданың театрын қолдауына шақырамын. Бүгінгі буынның қалай өзіндік санасын ұмытып, лас ағымға түсіп жатқанын айқын суреттеген. Келесі кезекте енді осыны нәрселерді қайталамау үшін бізге жақсылап ақыл кеңесін соңында жақсы түйінін айтып жатыр. Қазіргі кезде өте қауіпті бұл әлеуметтік желден өзіне білім іздеу. Көбінесе негізінен мешіттерге, имамдардан болмаса осындай діни істер жөніндегі орталықтардан барып, мамандардан кеңес алып, солай өзінің білім деңгейін, көкжиегін кеңейтсе болады деп кеңес берер едім. Анасын итеруі, әкесін итеруі, көкірегінен итеруі, анасынан барлық халықтан кешірім сұрауы деген секілді эпизодтар өте ерекше шыққан. Мен одан түйгенім, ешқашан ата-ананы ренжітпей, ешқашан көкірегіне итермей, қарсы шықпай, құрметтеп, сыйлап жүру керек екен. Жалпы үлкен рек қылып түсіндім. Сонымен қатар дін мәселелерін зерттеу орталығының бөлім басшысы Жеңісбек Дәрібаев спектакль соңында сахналанған қойылымның өзектілігіне тоқталып, көрермендерге сабақ алуды сөз етті. Дінді ұсталсаң қасиетін, ұсталмайсаң қасіретін деген нәрсені көріп отырған шығарсыздар. Енді осында да дұрыс бағытта түсінбесең де осында қасірет қалып келетін жағдай бар. Ал дінді дұрыс ұстану үшін айналып келгенде маманға жүгіну керек.